Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай ыстық күнде ыстықтарыңызды басып, шөлдеріңізді қандыратын үй жағдайында жасалған балмұздақ рецептісін ұсынамын. Алдымен осындай таза ыдысты алып, оның үстіне сүтімізді құйып аламыз. Кейін оған қантымызды салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Сүт пен қантты араластырып болдық. Енді 50 мл сүтімізді алып, оның үстіне крахмал ұнтағын қосып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен толықтай араластырып аламыз. Крахмал араласқан массаны қойып қоямыз. Қант араласқан сүтімізді газдың үстіне қойып, венчиктің көмегімен үздіксіз араластырып отырамыз. Сүтіміз қайнай бастайды, оның бетінде осындай көпіршіктер пайда болады. Көпіршіктер пайда болғаннан кейін 5 минуттай пісіріп, оның үстіне крахмал қосылған сүтімізді құйып, венчикпенен үздіксіз араластыра отыра, тағы да шамамен 5 минуттай пісіріп аласыздар. Балмұздағымыздың негізі дайын болып қалды. Міне бізде осындай көпіршіктер пайда болған кезде сүтімізді газдан өшіріп, сыртқа аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да венчикпенен сары майымыз ерігенше толықтай араластырып аламыз. Сары майымыз толықтай еріді. Енді оны құрғақ таза ыдысқа құйып аламыз. Балмұздақты сақтайтын ыдыстарыңыз мұздатқыштың температурасына шыдайтындай болуы керек. Ыдысымыздың бетін жауып, мұздатқышқа кемінде 7-8 сағатқа қойып қоямыз. Сол уақытымыз өткеннен кейін мұздатқыштағы балмұздағымызды сыртқа шығарып, қасықтың көмегімен барлық массаны араластырып алатын боламыз. Қасықпенен араластырып болғаннан кейін блендердің көмегімен барлық массаны жақсылап араластырып езіп аламыз. Бұл бізде балмұздағымыздың ішінде мұз түйіршіктері болмау үшін қажет. Кейін қақпағын жауып, тағы да мұздатқышқа бір тәулікке қойып қоямыз. Балмұздағымыз дайын. Кез келген ыдысқа алып, өздеріңіздің қалауларыңызша салып, қонақтарыңызға, отбасыларыңызға ұсынып жесеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Құрамының барлығы қолжетімді, үй жағдайында өте оңай жасалады. Балаларыңыз қуанып, отбасыларыңыз сүйсініп жейтін болады. Бір бастап жегеннен кейін тоқтау мүмкін емес. Міндетті түрде жасап, дәмін көріңіздер. Кез келген затпенен әсемдеп дайындасаңыздар болады. Мінекей бізде өте әдемі әрі дәмді балмұздақ дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қасықпен алған кезде ешқандай да мұз түйіршіктері жоқ. Дүкеннің балмұздағынан айырмашылығы ешқандай да білінбейді. Өте дәмді, дайындап көрулеріңізге кеңес етемін. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.